Сәлем балалар. Бүгін бізде дүниетану сабағы. Тақырып менің отбасым, әулет шежіре дәстүр туралы білетін боласың. Отбасы дегеніміз не? Отбасы ең жақын және туыс адамдардан тұрады. Отбасы мүшелері бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Әр отбасының қалыптасқан өз дәстүрлері болады. Оны барлық отбасы мүшелері құрметтейді. Отбасы мүшелерін бірге айтып көрейік. Менің отбасым. Ата, әже, әке, ана, ер бала, қыз бала. Біздің жан ұямызда 6 адам бар. Олар атам, әжем, әкем, анам, мен және қарындасым. Таңертеңгілік ұйқыдан оянғанда бір-бірімізге қайырлы таң дейміз. Ал ас ішер алдында ас дәмді болсын деп айтамыз. Бүгін қарындасымның туған күні. Ол қатты қуанып жүр. Мен қарындасыма туған күніңмен дедім. Біз бәріміз оған сыйлық сыйладық. Мен анама көмектестім. Анам екеуміз шаңсорғышпен үйді тазаладық. Бүгін әжемді ауылға шығарып салдық. Біз оған жолыңыз болсын дедік. Зер салып қарайық. Мына суретте қандай мереке бейнеленген? Дұрыс айтасың. Бұл суретте Наурыз мерекесі бейнеленген. Мына суретте қандай дәстүр бейнеленген? Өте дұрыс айтасың. Бұл суретте тұсау кесу дәстүрі. Әр әулеттің өз тарихы бар. Сенің әулетіңнің тарихы ата-бабаңның өмірі. Отбасының мұндай тарихын шежіре деп атайды. 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Ал Қазақстанда отбасы күнін қыркүйекте мерекелейді. Дүниетану сабағы аяқталды. Сау болыңыздар.